Ассалаумағалейкум, сіздермен Гүлнұр ұстаз. Кезекті сабағымыз. Бүгін сіздермен дот, яғни жуан д әрпін өтеміз. Алдында біз сіздермен жұмсақ келген дәл әрпін өткен едік. Бүгін дод, яғни бұл әріп тілдің екі жақ жиегін, екі тілдің шетін таңдайға көтерілу арқылы шығады. Сонымен қатар тілдің артқы бөлігін, яғни тілдің тамырын да көтеру керек. Дот әрпі бізде итбақ әрпіне жатады, яғни дот әрпін айтқан кезде біздің ауыз қуысында барынша дыбыс қамалуы керек. Яғни таңдай мен тілдің ортасындағы дыбыс қамалып шығады, қысылып шығады. Сондықтан до деп ашпаймыз аузымызда, барынша қысып айтамыз. До деп қысып айтамыз. Және бұл әріп бізде жуан, истиғля әрпіне жатады. До, ды, ду, яғни әд деп итермейміз. Тілімізді таңдайдан жұлып алмаймыз. Тіліміз таңдайда біраз уақыт қалу керек. Өйткені дот әрпінде иститоля деген сыфат бар, яғни дыбысты ұзарту деген. Сондықтан деп ұстап қалуымыз керекпіз. Енді оқиық. Дойфу, عضلو، ضهلو، ضبطو، ضعفو، عرضو، مضربو، مضربو، اضطرب، ид деп тілімізді таңдайдан жібермейміз, қылқыла бермейміз. Иضطرب, يضطرب, استضعف, يستضعف. Енді дәл әрпін дот әрпімен салыстыра отырып оқимыз. Дәрсу, барсу, вәдәу, وَضْعُ, بَعْدُ, بَعْضُ, بَعْدِي, بَعْضِي. Келесі әріпке келдік. Келесі әріп бізде зәл әрпі. Жалпы араб тілінде 3 з әрпі бар. Оның екеуі сақау, ал біреуі таза, зә, зи, зу деп шығады. Енді біз оны алған едік, таза, зәй әрпін. Бүгінгі өтетін екі әрпімізде сақау болады, екеуі де з әрпі. Алғашқысы бұл бізде зәл. Зәл әрпі бұл сақау әріп. Тіліміздің алдыңғы ұшын үстіңгі тіске тигіземіз. Және де оны қатты итермейміз. Яғни тіл тісті итермеу керек. Әшейін жай ғана тиюі керек. Зәл әрпі сақау және жұмсақ. Зә, зи, зу, из, яғни зәл әрпі жәһр әрпі, сондықтан барынша оны анық дыбысын шығаруымыз керекпіз. Из, муз, хуз, ауз. Зәл әрпі сонымен қатар бізде рихва әрпіне жатады, және рихва әрпінің уақыты сәл ұзағырақ болады. Сондықтан оны сукунмен тоқтаған кезде уақыт бересіздер. Из, муз, хуз дей салмайсыздар. Из, муз, хуз, ауз деп уақыт бересіз. Зуб, зуқ, зар, мунзу, изну, бәзлу, зикру, зихну, зәхәбә, мәзхәбу, зәхәлә, ذهل, يذهل, بذل, يبذل, أذهب, يذهب. Бұл бізде зәл әрпінің сақау, жұмсақ түрі еді. Енді бізде зәл әрпінің жуаны, з әрпінің сақау, жуан түрі бар. Біз оны ва деп дыбыстаймыз. Ва әрпі бізде жуан әрп болып саналады, сақау болып саналады. Сондықтан ва әрпі бізде жуан болады.
және де в әрпінің сифаты бойынша бұл бізде итбақ әрпі, яғни дыбыс қысылып шығады. Ауыз қуысына дыбыс қысылу керек. Сондықтан жай за, зо деп оны әшейін оғып емес, барынша дыбысты қысып ва, ви, ву деп қысып айтамыз. Екіншіден, в әрпі бізде рихва әрпі, яғни уақыты барынша ұзағырақ әріп. Зәл, в әріптер бізде рихва болғандықтан бұларды сугунмен келген кезде көбірек уақыт ұстаймыз. Және в әрпі бізде жәһір деген анық дыбыстың көп болуы, сондықтан нағыз таза дыбыс шығу керек бізде. Ал енді оқиық. Ва, ви, ву, әу. Бұл жерде біз тілдің ұшын көтереміз. Тілдің ұшын алдыңғы үстіңгі түске тигіземіз да, тілдің артқы бөлігі де көтеріліп бізде, яғни тілдің тамыры да көтеріліп, тілдің ортасы былайша айтқан кезде шұңқырлануы керек. Вон, will, фәу, хау, ау, ляу, ظفر, ظلف, ظلف, حظل, ظلم, ظهر, أوهر, أوثر, أظهر, أوثر, مظهر, منظر, مظهر, مظلم. Енді в әрпін басқа з әріптермен біз айтқандай 3 з әрпі бар. Солармен салыстыра отырып оқиық. ظهر, زهر, ذهر, яғни ظ, зә, зә. نظر, نظر, نزير, نزير, نذير, نذير. ظلم, 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 ظلم. بول, 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 بذل, بذل, بذل. Осымен сіздермен тағы да әріптерді оқып бітірдік. Жалпы араб тілінде кездесетін 28 әріптің баршасына сіздермен оқып бітірдік. Енді келесі сабақта сіздермен кішігірім ережелерді өтетін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Егер сабақ ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын.